қалай? Жақсы. Керемет. Менің де көңіл күйім бүгін өте керемет. Балалар, бүгін мен сендерге мынадай жаңа бір музыкалық аспапты алып келдім. Және осы аспапты біз зерттейтін боламыз. Жарай ма? Жарай. Ендеше, мына алдымызда тұрған аспаптар қандай аспаптар? Ұлттық аспаптар. Иә, музыкалық ұлттық аспаптар. Енді атап жіберейікші, қандай еді? Есімізге түсірейік. Қобыз, домбыра, сасырнай, сосын сылдырмақ, сақмақ, жеті. Міне бұның бәрін біз музыкалық ұлттық аспаптар деп атаймыз. Ал енді бүгінгі біздің танысатын аспабымыз бұл тай-тұяқ деп аталады. Қараңдаршы, неге ұқсайды мынау? жылқыға. Жылқының тұяғына. Енді міне алдарында қандай суретті көріп тұрсыңдар? Жылқы малы, құлыншақ. Бұл аспап осы бір жылқы малының тұяғынан алынады екен. Енді мен сендерге соның қалай алынатынын айтып берейін, және зерттейміз қазір. Бұл жылқы малының тұяғын алғаннан кейін оны суға салып бірнеше сағат қайнатады екен. Оны қайнатып болғаннан кейін ішіндегі тіндері жұмсарған кезде ішінің бәрін ойып, әдемілеп алып тастап, оны күнге кептіреді. Кепкен тай-тұяқты мынадай қылып, әдемілеп, бояп, әдемі өрнектерін салып, мынадай музыкалық аспап ретінде пайдаланады екен. Мінекей сендер мына аспапты ұстап көріңдер. Қараймыз. Бұл басқа аспаптарға ұқсай ма? Ұқсамайды. Кәне, ендеше дауысын тексеріп көрейікші. Ал, қалай шығып тұр? Қоңырау қалай шығып тұр? Сыңғырлап. Ал, тай-тұяқ қалай шығып тұр? Тоқылдап. Тағы да бір аспаппен салыстырып көрейік. Домбыраның аспабын көрейік, домбыра аспап. Күмбірлеп шығады. Ал, тай-тұяқ қалай шығып тұр? Тоқылдап шығып тұр едік, шығады екен, жарайсыңдар. Енді мына жерде бір аспапты көрейікші. Мына аспап қалай шығады? Сақман қалай шығып тұр? Ал, тай-тұяқты көреміз. Қалай шығып тұр? Тоқылдап. Тай-тұяқ тоқылдап шығып тұр. Енді балалар, бүгін мен сендерге мынадай бөтелкелерді алып келдім. Мынадай бөтелкенің түптерінен біз бүгін өзіміз қолдан тай-тұяқ жасаймыз. Қазір мен екеуін сендерге беремін. Бұл тай-тұяқты әдемілеп безендіретін боламыз. Енді балалар, мен бүгін сендерге құр қол келген жоқпын. Қараңдаршы, мен не алып келдім сендерге? Бұл жылқы малының төлі құлыншақ екен. Құлыншақ қалай шабады? Тоқ етіп шабады. Мінекей, мен бүгін мына құлыншақтың шабысын мынадай әдемі бейнелермен бейнелеп көрсетеміз. Бұны қазір менде Омар ұстайды. Ал біздің бүгінгі қолдан жасаған тай-тұяғымызды біздің Парасат ұстайды. Қазір біз әдемі әуенмен сүйемелдеп тай-тұяқты ойнаймыз. Дайынбыз ба? Да. Ал, жарайды, ендеше бастаймыз. Қандай аспаппен танысып зерттедік? Қандай аспап дедік аты? Тай-тұяқ.
қандай тұяқ аспабы? Қай тұяқ аспабы неден алынады екен? Жылқыдан. Жылқы малының тұяғынан алынады екен. Балалар, сендерге рахмет, өте керемет бүгін зерттеу жұмысымыз болды. Сау болыңдар.